Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін бізде кезекті подкаст түсірілімі жүріп жатыр. Сол түсірілімде біз қазір елдің көкейінде жүрген бірегей жинақ жүйесі деп аталатын бағдарламаның аясында біздің компанияда жаңа өнім Білім Лайфтың қандай бағыт бағдар беріп, қандай өнім екені және оның шарттары қандай екен, және отбасылық қаражатты қалай қорғауға болатын жайлы айтатын боламыз. Бүгін бізде қонақта Халық Лайф өмірді сақтандыру компаниясының басқарушы директоры Әсел Жарасқалиқызы. Саламатсыздар ма? Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, құрмет орденінің иегері, ана, аяулы жар Мадина Садуақасова. Саламатсыздар ма? Сақтандыру төлемдерін кепілдік беру қорының бас төрағасының орынбасары Ашкеев Олжас Мәлікұлы. Бізде бүгін қонақта. Қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің подкаст біздің компаниядағы Білім Лайф өніміне қатысты болады. Бұл өнім отбасылық қаражатты қалай қорғай отырып, баланың болашақ біліміне, жоғарғы білім алуына қалай қаражат жинауға болады, сол жайлы өрбейтін болады. Енді алғашқы сұрақ біздің қонағымызға болады. Мадина ханым, сіз Ануардың анасысыз. Ануар қазір 10 жаста, е? 10-да, 4-ші сынып оқиды. Жақсы. Осы Ануардың жоғарғы білім алуына қазіргі таңда отбасылық бір бюджетте қаражат жинау сондай көзделген ба? Отағасымен сондай ақылдасқан тірлік бар ма? Және егер де жинап жатсаңыздар, онда жинақтың қандай құрал түрлерін білесіз? Енді негізі біздің отбасымызда, біздің әулетімізде білімге, баланы оқыту, балаға жақсы білім беруге өте кәдімгідей көп қаражат жұмсалады. Оны жасырмаймыз. Жақсы мектеп таңдадық. Әзірден бастап жақсы балабақшаға бердік. Енді шын айтайық, енді аямаймыз жолдасым екеуміз, өйткені біз білеміз, кейін болашақта баланы алып шығатын, мысалы, басқа нәрсе емес, тек қана өзінің бойындағы білімі. Сондықтан біздің отбасымызда өте қатты көңіл бөлеміз. Ешқандай қаражатымызды әзірше аямаймыз. Бірақ біздің әрине ертеңгіні келешекті де ойлай тұра, бізде кейде қалжыңдап айтамыз. Негізі менде табысым, мысалы, бүгін осылай болып тұрса, ертең қалай болады, негізі тұрақты емес қалай болса да, енді ертең мүмкін мен қалай айтсам екен, гастрольге шыққым келмей, мысалы, жүргім келмей, шыққым келмей, шығармашылықтың адаммын ғой, теңізге бір демалысқа кетіп қалып жүрсем дейсің. Каспийге, біздің ақтауымызға көшіп кетіп, сол жақтан үй салып, мүмкін сол жақта отырып қалармын деп. Енді қалай болса да келешекті, болашақта әртүрлі қылып ойлайсың. Сондықтан ұлымызға сол кезде енді мүмкін шетелде оқытамыз, мүмкін Қазақстанда оқытамыз, оны білмейміз. Бірақ әлі таңдау жоқ, бір бағытта таңдау жоқ. Таңдау жоқ. Негізі о баста баламыз енді жалғыз ғой үйде. Жалғыз ғана бала. Сондықтан шетелде мүлдем біз шетелді қарамайтынбыз. Тек қана біздің баламыз Қазақстанда оқиды. Осы жерден білім алады. Осы жерде деп ойлайтынбыз. Бірақ қазір енді бала 4-ші классқа сыныпқа өткен кезде біз байқадық, әзірдің өзінде балалар өздері таңдайды екен. Оқу орнын, тіпті енді одан үлкендеу. Өйткені хабарлар көп қой, естиді. Қазір балалар енді білімді өте, көздері ашық, өздері бір-бірімен сөйлеседі. Қазір оқып жатқан сыныптастардың өзі, олардың жоспарлары ар жақта. Сондықтан біз де бір ойланып қалдық. Саған шетел дейді, басқа дейді. Ол деген кәдімгі қаражатты талап етеді. Ого деп бір-бірімізге қарап қалдық. Тіпті біздің де мүмкін сөзімізде өтпей қалатын сияқты. Әрине біз өзіміздің жалғыз ұлымыздың осы жерде Қазақстанда, осы жақтың бір жоғары оқу орнында оқыса екен, жанымызда болса екен дейміз.
бірақ мына балалар Енді уақыт 4-ші көрсетсе. сыныптан бастап мынандай таңдау болып жатса, әрі қарай тіпті сөзіміз өте ме өтпей ме оны да білмейміз. Мысалы о баста менде іштей балам өнерге жақын болса екен деп едім, ол мүлдем ол кесілді. Математика дедік, енді қазір қарасақ IT дейді, инженерия. Баламыздың мүлдем қазірдің өзінде нақты мынау демесе де таңдаулары тек өзіне байланысты екен. Сондықтан біз әрине жолдасымыз екеуміз ойлап қоямыз, ал біз тек ойлап қоямыз. Ешқандай кезде, құралдарды иә, пайдаланып ақша жинау әлі біз әлі жинамадық. әрекет жасалмады. Тіпті жалпы негізі мен енді тіпті оқуды да емес, ертеңгі күнімді ойламайтын адам екенмін негізі. Депозитке ақша жинап алып, тағы да қосымша бір бизнес жасап, өзімнің Тағы да бір қаражат көзін қосымша ашу деген ондай деген әрекет жоқ. менде мүлдем жоқ, және де мен сондай ойламайтын адам екен. Енді ғана кеше ғана туған күнім болды. Құтты болсын. Осыдан 10 күн бұрын өзімнің туған күнім, жаңа жасымды атап өттім. Сол кезде бастап мен неге мен өйтеді екенмін? Мен неге балама мәңгілік ештеңе емес, ешкім емес тұрмаймыз. Ал балама сосын кейін кім және не Қалай болар екен? Қалай Көмек болады қабыл екен? алу. Қаржы жағы мысалы болашағынан енді тіпті жарайды, алысты ойламай қояйыншы. Той, үйлену, тағы басқа. Отбасы құру. Ең болмаса мына оқу орнына, жоғарғы оқу орнына түскен кезде қазір енді көбісі айтып жатыр, грант азаяды, тіпті мүмкін грант болмайтын да шығар деп. Енді барлық жағынан қазір көп сөйлеп кеткен жоқпын ба? Айтып жатырмын, енді барымды айтып алайын, сосын вдруг айтпай қалам, тек тыңдаймын. Мысалы балама қазір тек қана сол оқуы бар. Мысалы балам таңғы сағат 7:30-да кетеді, кешкі сағат 6-да 7-де мектептен шығады. Ішінде оқуы бар. Барлығы сол бір жерде, үйірмелері бар. Сонымен қоса біз үйге келгеннен кейін тағы да репетитор жолдаймыз. Жақсы. Ол тіл үйрену, болмаса музыкалық ағылшын бар, инструмент, ағылшын бар, спорт бар. жақсы. Тағы да басқа үйірмелерге де береміз. Енді мектепті бітіргеннен кейін біз білмейміз, ол грантқа түсе ме. Оған ешкім кепіл бере алмайды. Біз барлығын беріп жатырмыз. Баланың өзіне ғана байланысты, әрі қарай қалай болатын. Енді балам жақсы оқиды, білімі өте жақсы. Бірақ енді осы соңғы біздің не тапсырды ғой, ЕНТ-ні. Керемет оқып жатқан, міне қызылға бітіреді деген балдар грантқа түсе алмай жатты. Ол енді үкімет жағынан болып жатқан жағдайлар, енді оны түзеп жатыр. Қазір үкімет жағы ма болды ма? Әлде сондай сұрақ кеп қалды. Енді қалай айтсам екен, ешкім кепіл бере алмайды. Мықты оқып жатқан балалардың өздері түсе алмайды. Нән Жақсы, енді сіз қазірден оны 10 жасынан ақылы мектепте оқытып жатсаңыз оған, онда сіз жаңағы білімнің таңдауын беріп жатсыз ғой. Енді қазір сөзіңіздің арасыңызда айтып қалдыңыз депозит деп. Сонда ақша жинайтын құралдардың ішінен тек депозитті білесіз бе? Егер де жинақ жасайтын болсаңыз? Мен депозитті ғана білеміз. Енді дәстүрлі түрде депозит. Енді менің ойымша тек қана мен емес, бүкіл қазақ елі, жалпы қазақ деген атау қазір депозит деген шыққалы бері сол жаққа жинайды. Бірақ енді қалай айтсам екен, менің өзім сондай адамдардың қатарынан депозиттің өзінде менде ақша тұрмайды. Өйткені жинақтайсыз, шешіп аласыз, бейнебаyaныма, тағы бірдеме, мысалы сыртқа шығып қайтам, демалысқа шашылып жиналмай қалады. Жақсы. Тіпті депозиттің өзінде де енді ақша тұрақтамайды дейсіз ғой. Бірақ енді осы 10 күн болды ғой, туған күнім келгеннен кейін мен өзіме сол депозитте ақша тұратын бір депозит іздедім. Мысалы салып алынбайтын. Және де менің сол баламның, қазір енді қыркүйек айы ғой, оқу енді басталды. Сол білім лайф дегенді естіп, мен сол мәселе туралы барлығын, осы жерде барлығын анық-қанығын шешіп алғым келеді, білгім келеді. Ал жақсы. Енді сұрақтардың барлығын осы жерде қоямын дейсіз ғой. Қойып алайын. Жақсы. Онда егерде біздің
құрметті көрермен және мінекей Мадина ханым барлығы тек дәстүрлі түрде ақша жинақтауды ғана біледі екен, мысалға депозит дейміз. Енді қазіргі президентіміздің жолдауында аталып өткен келешек бірегей жинақ жүйесі туралы, оның ішінде қандай компоненттері бар, оған неге білім лайфты біз қазір кірістіріп жатырмыз, сол туралы біз Әсел Жарасқалиқызы бір ашығырақ айтып берсеңіз, сосын сұрақтар болып жатса өзіңізге бір ойыңызды түйінде бір шешім қабылдауға сұрақ қойсаңыз болады. Әсел Жарасқалиқызы. Саламатсыздар ма? Енді жалпы Мадина ханым, бүгінгі келгеніңізге рахметімді айта отырып, осы сұрақтарға кеңінен сіздің де сұрақтарыңызға, жалпы халықтың сұрақтарына жауап беруге дайынбыз. Жалпы бұл білім беру жинақтау жүйесі дегеніміз не? Өздеріңіз естіп кеткендей, көптеген ақпараттық жүйелердің барлығында бұл жөнінде айтылды. Бірақ өкінішке орай, мүмкін бұл біз тарапында да қателіктер болып жатқан шығар, жаңағы халық тілінде айтылмауы. Жалпы келешек деген бағдарлама не? Келешек деген бағдарлама ол 3 компоненттен тұрады. Бірінші компоненті ол бастапқы жарна ретінде, капитал ретінде берілетін ақша. Ол тек қана 5 жастағы балаларға арналады. Ол бірінші. Егер бүгінде балаңыз, құрметті көрермен, балаңыз 5 жаста болса, 5 жастан 6 жасқа дейінгі уақытыңызды жіберіп алмаңыздар. Міндетті түрде Халық Лайф компаниясына келіп, өзіңіздің дербес шотыңызды ашып, жинақтаушы бағдарламаны ашып, сақтандыру полисін рәсімдеп, сақтандыру полисін ашып, мемлекет тарапынан 60 айлық көрсеткіш немесе 120 айлық көрсеткіш алу мүмкіндігі бар. Бұл бірінші компонент. Тек 5 жастағы балаларға арналған. Егер балаңыз 6-ға толып кетсе, немесе бүгінде 7 жаста болса, ол бағдарламаны ала алмайды. Ол сома оны ала алмайды. Ал екіншісі, бұның түп нұсқасындағы екінші нұсқасы, жаңа 3 нұсқа ғой. Екінші нұсқасы осы білім лайф бағдарламасы. Бұл жердегі комбинация дейміз, тіркес бағдарлама. Бұл жерде кез келген азамат өзінің ерікті түрде баласына ақша жинай отырып, қосымша мемлекет тарапынан мемлекеттік сыйақы алу мүмкіндігі бар, және Халық Лайф компаниясы өз тарапынан кепілдендірілген 8% мүмкіндік береді жиналған сомаға қатысты. Одан кейінгі үшінші компонент бұл ұлттық қордан бөлінетін ақша. Кез келген бала 18 жасқа келгенге дейін ай сайын мемлекет тарапынан $100 ақш көлеміндегі ақшаны алу мүмкіндігі бар. Яғни білім лайф бағдарламасы 3 компоненттен тұрады. Сол 3 компонентті толығынан қолданып, мына кез келген ақша мақсатқа келеді ғой. Жаңа өзіңіз айтқандай, халықта жағдай сол. Өкінішке орай ақшаны бастап жинағысы келеді. Халықтың ақша жинайтын ойы бар, бірақ мүмкіндік жоқ. Сондықтан кез келген ақша мақсатқа келгеннен кейін осы білім лайф бағдарламасы мемлекет тарапынан арнайы жасалған бағдарлама. Осы бағдарлама аясында кез келген ата-ана өзінің баласының кепілдендірілген білімді болашағын қамтамасыз ету мүмкіндігі бар. Сақтандыру компаниясында, Халық Лайф компаниясына келіп, әр азаматты сақтандыру полисін ашуға шақырамын. Мемлекет тарапына беріп тұрған мүмкіндікті жан-жақты қолдануға шақырамын. Біздер сақтандыру өнімін көптеген кезде ойлап, естіген кезде ойлайды, ай, ол сақтандыру деп. Бұл жерде жай ғана сақтандыру емес. Бұл жерде баланың өмірін, ата-ананың өмірін сақтандыру аясындағы үлкен бағдарлама. Жаңа қазақта мақал бар ғой, 6 жастан бастап жинасаң асат, 7 жастан бастап жинасаң жетеді дейді. Сондықтан кез келген ата-ананы кішкентай кезінен бастап балаға ақша жинауға шақырамыз. Осы жаңағы жиналған ақша, бұл мақсатты ақша. Бұл тек қана осы білім алуға арналған ақша. Сондықтан жаңағы салым дейміз ғой, депозит жинаған кездегідей, оны шешіп алатындай, ол ақша тұрмайтындай болған жағдайда, осындай нақты мемлекет тарапына берілген бағдарламаны қолдана отырып, мемлекет тарапынан балаға қатысты егер осал топтағы балалар болған кезде 5 немесе 7% мемлекет тарапынан сыйақы беріледі. Мемлекет біз компания тарапынан 8% жылдық пайыз төленеді. Және де бұл жердегі үшіншісі компонент 3 тараптан ақша алады білім лайф бағдарлама аясында. Бұл салық кодексі бойынша жиналып жатқан сақтандыру полисындағы ақшадан егер айлығынан төлеп отқан жағдайда салықты кері қарастыру мүмкіндігі бар. Салықтан үнемдеу мүмкіндігі бар. Жеңілдік. Сонда егер бұлай жылдық пайыздық санап көретін болсақ, бұл шамамен 23-25% көлемінде табыс көру мүмкіндігі бар.
Қазіргі таңдағы депозиттердің жылдық мөлшерлемесі енді 14-15% болып жатқан кезде, жаңағы білім лайф сақтандыру полисін ашқан кезде ата-ана жаңағы 18 жылға ашып қойса да, сол баста ашылған шарттардағы көрсетілген 8%-ды сақтап қалады. 8-дің үстіне мемлекет тарапынан сыйақы беріледі. Соның бәрін қосқан кезде 15-ті сонда біршама 18 жылға дейін сақтап қалу мүмкіндігі бар. Соны ескеру қажет. Және осы компанияны таңдаған кезде, сақтандыру компаниясын таңдаған кезде, мысалы, Әсел Жарысқалиқызы, сіз қаржыгерсіз, жаңағы қаржылық сауаттылық бағытында жұмыс жасайсыз. Сонда қандай жаңағы артықшылықтарына көңіл бөлу керек? Мысалы, сақтандыру компаниялары көп қой. Соның ішінде мысалы сақтандыру компаниясының аясында ең бірінші сенімділік, нарықтағы оның орны, оның нарықтағы активтерінің сапасының санының жоғары болуы, және де жан-жақтылық. Яғни бұл компанияда, Халық Лайф компаниясындағы өнімдердің жан-жақты кепілдендірілуі. Бұл тарапта біздің келесі қонағымыз қазір нақтырақ айтып беретін шығар. Жалпы кез келген сақтандыру компанияны таңдаған кездегі кез келген сақтандыру полисінің ең негізгі мақсаты төлем жасау. Мысалға, бұл Білім Лайф бағдарламасы не үшін деп ойлап отқан шығар. Білім Лайф бағдарламасын егер сіз сақтандыру полисін ашқан жағдайда, сіз бұл өмірде бар болсаңыз да, бұл өмірден жазатайым кетіп қалған жағдайда, кез келген баланы Халық Лайф компаниясы қолынан алып жетелеп, жоғарғы білім беру мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Яғни бұл жерде баланы кез келген ата-ана, мен жемегенімді балам жесін, мен көрмегенді балам көрсінші деп алаңдайды. Мен балам қалай білімді болар ма екен, білім алар ма екен, ол кезде 10 жылдан кейін, 15 жылдан кейін менің қаржылық қауқарым қалай болады екен, мен оны асырай аламын ба ол кезде білімнің бағасы қанша болады, мен ол кезде қалтам сол заманда көтере ма деген үлкен бүгінгі таңда уайымдар бар. Бұл халықтың көкейіндегі сұрақ. Бұл сұрақты алдын ала жоспарлы түрде, стратегиялық тұрда мақсат ретінде таңдай отырып, бүгіннен бастап өз өміріңізді сақтандыра отырып, кез келген өзіңіздің алдыңыздағы Алла берген, көрген балаңызға нақты білім қамтамасыз ету мүмкіндігі қарастырылған. Яғни басқа 2013 жылдан бастап бұл жалпы бірегей жүйе қалыптасқан. Бірақ халық біле бермейді, көбіне ақыл депозит арқылы білінеді. Ақыл депозит дегеніміз екінші деңгейлі банктердегі өнім, ол жаңа сіз айтып тұрған салым ретінде кез келген ата-ана өзіне ақша жинайды. Бірақ бұл жерде қосымша комбинациялық тұрғыда сақтандыру мүмкіндігі қамтамасыз етілген. Яғни кез келген уақытта ата-ана жазатайым жағдай болған кезде, немесе бірінші, екінші топтағы мүгедек болып қалған жағдайда қанша ата-ана ақша жинады, сонша ақша ғана төленеді балаға. Ал депозитке салған ақшаны қанша салым салынды, 10 мың салынды ма, жазатайым жағдай болғанға дейін, 10 мың салынды ма, 100 мың салынды ма, сол ақша ғана төленеді. Ал Білім Лайф бағдарламасында Халық Лайф компания тарапынан баланың ең негізгі мақсаты, жаңағы сіз 13, 14, 15 миллион теңгеге бағдарлама ашып қойсаңыз, бірінші өзіңіздің 50 мың теңгеңізді, 100 мың теңгеңізді салып қойсаңыз, егер қандай да болмасын жағдай болған жағдайда, Халық Лайф компаниясы өз тарапынан ата-ананың рөлін ала отырып, баланың арқарай өз ақшасын жинай бастайды. Яғни бұл сақтандыру төлемі деп аталады. Кез келген сақтандыру полистің негізгі мақсаты сақтандыру төлемі. Бүгінгі таңдағы нарықтағы ең мықты, ең бірінші орындағы сақтандыру төлемдерін төлеп отырған компанияның бірі осы Халық Лайф компаниясы. Бүгінгі нарықтағы 40%-дан астам төлемдерді, жалпы нарықтағы сол соманы осы Халық Лайф компаниясы өз тарапынан төлеп отыр. Оны төлеу үшін активтік компанияның мүмкіндіктері болу керек. Жан-жақты рейтингталған, аудиттік барлық отчеттары бар, осындай сенімді, стратегиялық тұрғыда үлкен жоспарлары бар компаниямен жұмыс жасаса, азаматтармен жақсы болады деп ойлаймын. Халықты жалпы осы сақтандыру полисін ашып, бүгін бар, ертең жоқпыз, әрқайсымыз ойлап, алдын ала қиналмай, алдын ала өкінбей, әзірден бастап нақты шешім қабылдап, баланың жоғарғы білім алсын, балам өссін, өнсін десеңіз, әзірден бастап нақты мақсат қойып, сол мақсатқа ай сайын іс-әрекет жасауларыңыз керек. Ол тұрғыда
ешкім келіп сізге ойбай мына шешімді қабылдағалы емес, ол өзіңіздің ерікті шешіміңіз, ерікті сомалы түрде жаңағы Жинақ 3 айда жасау, бір, салып тұру 12 дейсіз, айда бір, 6 айда бір өзіңіздің қанша ақша мүмкіндігіңіз бар, соны салып тұру мүмкіндігі қамтамасыз етілген. Сондықтан енді бұл мен бұл өнім жайында мақтанып, марқайып көп әңгіме айта аламын. Ең бірінші осы халыққа айтатыным, осы мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар, қолданыңыздар. Біз заман өзгеруде, балалардың бүгіндегі приоритеттік мақсаттары өзгеруде. Баламыз қандай болады, қандай білім алады деп әзірден бастап ойымдамай, соны бүгіннен бастап әр балаға дербес шот ашып қойып, қамтамасыз ету мүмкіндігі жан-жақты қарастырылған. Енді сақтандыру полисінің басты артықшылығы, Білім Лайф, мысалы ақыл депозиттен артықшылығы, ол ата-ана өзінің өмірін сақтандырады баланың пайдасына. Ертеңгі күні ата-анаға қандай да бір жағдай туындаса, ол өмірден озса, болмаса ол бірінші болмаса екінші санаттағы мүгедек атанып қалса, онда бала білімсіз қалмайды дегенді мысалы қазір Әсел Жарысқалиқызы жалпы сақтандыру деген сөзді естісек, елдің бәрі ойлайды машинаны сақтандыру, үйді сақтандыру деп. Біздер мына жалпы өз өміріміздің қымбат екенін білеміз. Бірақ біреуге сақтандыру осы өмірің сақтандыр десе, ойбай Құдай сақтасын, бір нәрсе деп өзіміздің аффирмациямызды айтып жүреміз. Жалпы мына егер халықтың жалпы ахуалын айтатын болсақ, егер біз дамыған елдердің қатарына кіргіміз келсе, бүгінгі таңда Батыс Еуропа немесе Америка халықтарында 85%-дан 95%-ға дейін халық өмірін сақтандырған. Ал біздерде машинаны, дүние мүлікті сақтандырамыз да, өз өмірімізді сақтандырмаймыз. Яғни өз өміріміздің сонда қымбат болмағаны ма, әлде тек ауызша ғана ол қымбат па деген сұрақ туындайды. Сондықтан бұл жерде егер сіздің машинаңыз 50 миллион теңге, 40 миллиондық машинаны осы каскосын алып сақтандырып атамыз ғой, сол сияқты кез келген азамат өзінің өмірінде сақтандыру қажет. Сол жалпы мына кез келген бестселлер, мықты сатылатын әлемдік кітаптардың, Роберт Кийосаки, Трамптың барлық кітаптарында сақтандыру өнімдері көрсетілген. Сол сақтандыру өнімдерді халықтың құлағына жетсе екен деген бір жақсы ойдамыз. Сақтандыру өнімін жан-жақты қолдану керек. Бұл жерде тек қана білімге ғана емес, Халық Лайф компаниясының жан-жақты өнімдері бар, долларлық Білім Лайф программасы бар, және де бізде халық қазына өнімдік бағдарламасы бар. Екінші деңгейлерге қарағанда, мысалға біз 4,2%-ға дейін депозит сияқты қолдану мүмкіндіктері бар. Жалпы Халық Лайф бағдарламалары өте мықты, қызықты, және осы бұл жердегі бұның ең қаржылық тұрғыдағы маңыздылығы кез келген жаңағы сақтандырушының өмірінің толыққанда сақтандырылуы. Әсел ханым, сіз өте дұрыс айтасыз. Менің шетелде тұратын достарым, құрбыларым бар. Олар, Мадина, сен сонда өзіңнің өміріңді бағаламайсың ба? Жоқ, ешқандай жерде сақтандыру несінде тұрған жоқсың ба дейді. Полисін ашу. Мен солай, енді біз өзіміз енді мен де халықпын ғой, Алла сақтасын, құрсын, бісміллә, жаман айтпай құрсын, жоқ, жаман айтпай қояйын, жақсы болсын дейсің ғой. Бірақ олар үшін біздің осылай жүргеніміз бір өте ерсі. Ол анау шетелдік емес, өзіміздің іштен шығып, шетелге кеткен қазағымның айтып тұрғаны дейсіз ғой. Енді мен өзімді айтсам, мәдениетін көріп тұр ғой. Мен өзім айтып жатқаным, Алла сақтасын, қандай жаман нәрсе айтпай қойыңызшы, жақсы айта берейік. Мен 100 жасқа дейін өмір сүремін деп. Тақырыпты өзгертейік дейсіз ғой. Бірақ сосын айтады, Мадин, сен әнші емессің ба? Сенің кейбір әріптестердің шетелдік өзінің кейбір мүшелерін сақтандырып қояды ғой дейді ғой. Осыншама ақшаға, оған бірдеңе болып қалса, осыншама оған төленеді кәдімгідей деп. Өйткені ол кісінің табыс табу көзі ғой. Ал сіз елдің алдында жүрген оны айтып жатқан жоқ, басқа нәрсені айтып жатыр енді. Бірақ енді ойлағаным ғой, қазір сіз айтып жатсыз да, біз расында да көлігімізді сақтандырып қойдық. Үйіміз тұр. Біз оған ай сайын кәдімгідей страховой полисқа деп ақшамызды салып отырамыз. Біз неге өзіміздің өмірімізге, баламның өміріне, сосын тіпті оқуына деген, мен шынымды айтайын, осы уақытқа дейін ойланбаппын. Осы тұрғыда, Мадина ханым, сіз өте дұрыс айтып отырсыз. Мына өзімнің өмірімдегі мына практиканы айтып кететін болсақ, осыдан 15 жылдай бұрын мен Таиландқа барған болатынмын. Таиландта Самет аралында тұрдық.
сол кезде барлығы жаңа біздің осы бұрынғы совет үкіметінен келген азаматтардың барлығы сол жерде бәрі шомылып жатыр. Содан кейін мен өзімнің ағылшын тілімді жаңағы практикалық түрде жүзеге асырайын деп бір неміс азаматтармен сөйлестім. Сол кезде айттым, сіздер не суға түспей тұрсыздар деп сұрақ қойдым. Сол кезде айтады, бізде дейді бүгінгі қазіргі медузаның уақыты дейді, біздің сақтандыру полисімізде медузаны тістеп алу қамтамасыз етілмеген. Жегеде шақса, оны емдеуге бізде егер мысалға медуза шағып алған кезде суға түсіп жатып, ол кісі егер мысалға врачтарды медициналық тұрғыда көмек сұраған жағдайда сақтандыру полисін қарайды, ол жерде жаңағы медузаны тістеп алу көрсетілмегендіктен оны қамқорлыққа жаңағы медициналық көмек көрсетуге алмауы мүмкін. Сондықтан мына біздің Қазақстан елінің бүгіндегі статусы деп айтсақ болады 0,08, яғни 1%-ға да біз әлі жеткен жоқпыз. Егер 1% жаңа шетелдегідей сияқты 70-85-90%-ға жетсек деген арман, солай мына шетелдегі азаматтардың саналы түрде өз өміріне жауапкершілік ала отырып, өзінің өмірінің сақтандыру полисін алуы мені тамсандырады. Біздің қазақ халқында да осылай өзіміздің өмірімізге деген тек қана аффирмация ғана емес, іс-әрекетте болса екен деген жақсы осылай тілектеміз. Осы мақсатта да осы подкаст түсіріп отырмыз. Негізгі мақсат кез келген азаматтың өмірге деген саналы түрде жауапкершілік ала отырып, өз өмірінің мүмкіндігін қолданып, және де артына еріп келген бала-шағасының сіз болмаған уақыттағы болашақта кез келген қаржылық капиталын қорғау мүмкіндіктерін әзірден бастап дұрыс қолдануларға шақырамыз. Сонда Мадина ханым, біз сіз арқылы қарапайым халыққа сіздің жаңағы мысал ретіне келтіре отырып мысал ретінде көрсете беріңіз, өйткені менің өзімде қанша жерден әнші болсам да, өнер адам болсам да, қай жерлерде жүріп қандай кісілермен сөйлессем де, менің өзім сақтандыру полис тағы да мен ондай нәрсеге бармайым, білмеймін. Сосын жаңағыдай ғой, Алла сақтасын деп жүретін. Бірақ енді расында да қазір заман өзгеріп жатыр, жалпы ешкім мәңгі емес. Сондықтан маған айта беріңіз қазір. Ой салып қойдық қой. Менің оқырмандарым бар, мысалы, қазір Инстаграмдамын. Мен де өзім болады ғой, Инстаграмыма салып қойсам, түсіндіріп, өзімнің оқырмандарыма да түсіндіргім келеді осыны. Сондықтан маған кәдімгідей ештеңе білмейтін адам ретінде кәдімгідей айта беріңіз. Өйткені мен жақсы, онда біз ары қарай тақырыпты аша өтейік. Тағы да сұрақтарыңыз болса қоя отырасыз. Біздің қонағымыз Олжас мырза. Мынау Мадина ханымның білетінің құралы депозит екен. Енді бұл кісі де біледі, депозиттегі ақшам жоқ болып кетпеу үшін оған кім кепіл? Оны кепілдікке алып отқан қор бар. Ал сақтандыру төлемдері, мысалға Білім Лайф сақтандыру полисін аштық делік. Оған қандай көмек бар қордан? Дұрыс айтасыз. Мысалға негізі депозиттердің жаңағы несінің көтерілуі, елдердің жаңағы білуінің, ақпаратының көтерілуі, бұл осы сол оларды кепілдікке алатын қордың жаңағы жасауқан ақпаратының арқасында депозитке деген қызығушылық көбейді. Жарнама күшті ғой. Жарнама күшті, иә. Өте күшті жарнама. Сол сияқты сақтандыруда да қор бар. Ол біздің қор, сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры. Ертең күні келісім шарттың соңында төленетін соманы сіздер соған кепілдік бересіздер, иә? Мысалға, жаңағы Мадина ханым сақтандыру шартын жасадық деп ойлайық. Сосын енді кез келген ата-ана ойлайды ғой, сақтандыру ұйымы ол бәрі жекеменшік ұйым. Ертең жабылып қалса, әлде бір қиыншылықтар болса, не болады деген сияқты. Мен жинаған ақшам қайда кетеді деген. Егер де сақтандыру ұйымына бір қиыншылықтар, қаржылық, кез келген қиыншылықтар болып, лицензиясынан айырылса, біз сақтандыру төлемдер қоры, кепілдік беру қоры, сол осы мемлекеттік жаңағы білім беру жинақтау жүйесінің аясында жасалған шартқа толықтай кепілдік береміз. Ол кепілдік беру дегеніміз не? Егер де ұйым жабылып қалып жатса, сақтандыру ұйымы, біз 30 күннің ішінде сол ұйымның барлық міндеттерін басқа компанияға аударамыз. Басқа сақтандыру компаниясына аударамыз. Егер де ол сақтандыру ұйымында ақша жетпей жатса аударуға, онда біз өз қорымыздан ақшаны қосып беріп аудартамыз. Және де осы 30 күннің ішінде төлем қажет болса,
біз сол төлемді өз қаражатымыздан төлеп береміз. Төлем жаңағы білім ордасына ақшаны аударатын бір Иә, келісімшарттың иә. уақыты келіп қалды Уақыт делік, келіп қалды. Тура Ага. сол уақытта келіп қалды, Сонда сол ақшаны сіздер төлеп бересіз. төлеп береміз. Жаңа біздің клиенттер тарапынан ешқандай қорқатын, алаңдайтын жағдай жоқ. Сақтанушылар, азаматтар ешқандай айырмашылық байқамайды. Тек бір компаниядан аты екінші компанияға ауысады, жаңағы аударылатын ақша аударылады, ешқандай қиыншылықтар көрмейді. Енді бұл жерде кешірім сұраймын. Олжас мырза, мынандай сұрақ. Мысалы, балам грантқа түсті. Мгм. Ешқандай оқу орнымен ешқандай келісім шарт жасау керек емес, қажет жоқ. Сол ақшаны мысалы басқа бауырына ма, туысқанына ма аударыла ма сол ақша, әлде не болады? Мысалы, бұл сұрақ керек емес. Оқу орны грантқа түсті бала. Құдай қаласа сол күн туған жағдайда Мадина балаңыз- ханым иә, полюсті иә. ашпай жатып, уже баласы грантқа түсіп Әрине. оқып жатыр ғой балам. Мысалға қараңыз, Білімді Мадина бала. ханым, құдай қаласа балаңыз мемлекеттік грантқа оқуға түскен жағдайда, онда сіз толыққанды өзіңіздің жинаған ақшаңызды сақтандыру компаниясының сізге кепілді төленген үстіндегі үстемақысы, мемлекеттік сыйақыны осы компонент жаңағы мемлекеттен алып отырған қордан алып отырған ақшаңыздың барлығын сіз алу, өзіңізге тіке алу мүмкіндігі бар. Кәдімгідей ала Толыққанды аламын. сіз ала аласыз шешіп. Ол бірінші мүмкіндік. Екінші Процентпен. мүмкіндік барлығын барлық ештеңке жоғалтпай, қанша жыл сайын сізге пайыз жүріп өтті, жаңа 15%-дық барлығын ештеңкені жоғалтпай, 13-15%, жаңа мемлекет тарапынан салықтың шегеру мүмкіндіктерін бәрін толыққанды қолдана аласыз. Енді егер Құдай қаласа артынан бауыры келген жағдайда, Құдай қаласа, егер ол грантқа түскеннен кейін, сол барлық мүмкіндіктерді қолдана отырып, ол бауырына бере алады. Жаңағы мұра ретінде бала бере алады. Егер ондай болмаған жағдайда, ары қарай балаңыз жоғарғы оқу жаңағы бакалаврды бітіргеннен кейін магистратура, докторантура немесе тағы да басқа жоғары оқимын, өнемін деген жағдайда, тек қана Қазақстан елінде ғана емес, шетелге оқимын деген жағдайда, ары қарай өзінің білімін арттыру мақсатында ары қарай қолдана алады. Толыққанды, ешқандай шегерім болмайды. Ал егер сақтандыру төлемін ай сайын төлеп отырып, белгісіз себептермен ары қарай төлей алмай қалған жағдайда, ата-ана төлемеген қалған жағдайда, немесе бала грантқа түспеген жағдайда, осындай жағдайларда сіз тек қана өзіңіздің жинаған ақшаңызды ғана қайтарып алатын мүмкіндік бар. Егер келісім шартты алдын ала бұзатын болсаңыз, мысалға келіп мен жинаған ақшамды алып кетемін дейтін болсаңыз, онда тек өз ақшаңыз ғана аласыз. Яғни бала оқуға түсе алмай қалған жағдайда, немесе қандай да болмасын түрлі себептермен шарт бұзылған жағдайда, сіз өзіңіз қанша теңге салдыңыз, сонша теңгені ғана ала аласыз. Мемлекет тарапынан беріп отқан мемлекеттік сыйақы, компания тарапынан инвестициялық сізге табыс төленеді жинаған ақшаңызға қатысты. Шарт ертерек бұзылған жағдайда. Сіз егер шыдамдылық танытпадыңыз, ақша керек болып қалды, келіп бой бермей жатсыз, мен келісім шартты бұзам, ақшамды алам, мен жинадым ғой дейсіз. Керек болып жатса сол момент. Сол кезде компания тарапынан сіздің ақшаңызға жүріп отырылған инвестициялық табыс бар ғой, қазіргі 8% болып көзделген. Сол пайызбен бірге сіз алып кете аласыз өзіңіздің ақшаңызды. Ал егер де сол уақыттың ішінде мемлекет тарапынан сыйақы түсіп үлгерсе, сіздің келісім шартқа, ол сыйақы қайтадан үкіметке қайтарылады. Өйткені ол ақшаның көздеген мақсаты бар, балаға білім беру. Ал сіз келісім шартты бұзып жатқан кезде ол мақсатты бұзып жатсыз, жоқ болып кетіп жатыр ол мақсат. Сондықтан үкіметке сол берілген сыйақы ғана қайтарылады. Мысалы, мен қазір балам 10-да, мен қанша жылға дейін? 4-ші сыныпта 6-7 жыл қалсаңыз болады. 6-7 жылға дейін. Немесе магистр, мысалға, балаңызға егер 4-ші сыныпта болса, 6 жыл, 7 жыл оқыса, немесе 6-7 жылға бағдарлама ашсаңыз болады. Бұл бірінші білімін алуға, мысалы, бакалаврға. Ал егер одан кейін бакалаврға ол грантқа түседі, немесе ары қарай ол мен магистратурасына жинаймын десеңіз, 10 жылдық, 12 жылдық, 11 жылдық қылып ашсаңыз болады. Мысалға, мен егер өзімнің кейсімді айта кететін болсам, менің 3 ұлым бар. Екінші ұлыма мен магистратураға ақша жинаудамын. Екінші ұлым 12-ші сыныпта Ништа оқиды, Назарбаев мектебінде. Енді қазір соған магистратураға жинаватыр. Мен есептедім, бұның 12-ші сыныбы бар. Және де ол 5 жыл
жаңа бакалаврда оқиды, 6 жылға шарт аштым, айына 150 мың теңгеден мен қазір жинап отырмын. Және де бұл жерде ең маңызды нәрсе ол тек қана жинап жатырмын екен деп 10 мың теңге ғана жинап салу емес. Бұл жерде ең бірінші мақсат ол бала қайда оқиды. Мен мысалға есептеп көрдім, шамамен 2 жылдық магистратура егер жақсы деген білім ордасы, осы Қазақстанда шетелдік біркелкі мысалға білім беретін егер жоғарғы оқу орындарды қарастыратын болсақ, орташа есеппен 5-6 миллион теңге бір жылдық сомасы. Яғни магистратураға бала оқып шығу үшін бір 12 миллион теңгедей де ақша керек. Одан кейін бір 6 жылдан кейінгі уақыт болғандықтан мен үстіне қосымша тағы да ойланып 15 миллион теңге көлемінде жинайым деп шештім. Неге десеңіз, жыл сайынғы шегерімдер болып жатыр ғой. Жаңағы девальвация болады, ақшаның құнсыздануы болады деген сияқты. Сөйтіп 15 миллион теңгеге есептеп қазір төлеп жатырмын. Бұл жерде ең негізгі лайфхакы, мен 150 мың теңге салдым ба, менің өмірім 15 миллион теңгеге сақтандырылған. Сонда сақтандыру төлемдеріне кепілдік беретін қор 15 миллион сомманы әзірден бастап мен 150 мың теңге салуым да мүмкін, миллион теңге салуым да мүмкін. В одном сияқты ғой, иә. Бірінші күннен бастап өмірім менің толыққанды сақтандырылған. Бұл өмірде мен болсам да, болмасам да менің балама жоғарғы білім алу мүмкіндігі қамтамасыз етілген. Керемет. Әр заттың өз артықшылығы бар, кемшілігі бар. Жаңа мысалға сомасына ақыры егер сөз салсақ, мысалға енді депозиттің артылышы, сіз жадағы кез келген уақытта шешіп сала аласыз, оның ыңғайлығы бар. Бірақ сіздің сомаңыз тек 10 миллион теңгеде шектеулі. Кепілдік беретін қор тек 10 миллион теңгені ғана сізге береді. Бір адамның атында, бір банкте ашылған шоттардың барлық ақшасын есептеген кезде тек 10 миллион ғана. Ол жерде 20 миллион жатса да, 30 миллион жатса да. Ал сақтандыру шарты бойынша қандай сома болмасын, біз соны түгел төлеп береміз. Ол сіз мысалға жаңағы біреу Әсел ханым айтқандай 10 мың теңгеден жинайды, біреу 150 мыңнан жинайды. Соңында сомасы әртүрлі болып жиналады. Біреуінікі 2 миллионға жиналады, біреуінікі 20 миллионға жиналады. Біз сол 2 миллионды да жауап береміз, 20 миллионға да толықтай жауап береміз. Шектеме жоқ. Шектеме жоқ. Толығымен барлық соманы жауып, және азаматтарымыз ешқандай қиыншылық, ешқандай айырмашылық көрмейді бұндай жерде. Сондықтан әр нәрсенің артықшылығы бар. Біздің артықшылығымыз осыда. Сосын жаңағы депозиттерден бұл бағдарламаның артықшылығы, Әсел ханым айтқандай, ол өмірді сақтандыру қосылып беріледі. Және бұл үлкен мүмкіншілік деп ойлаймын. Өйткені адам өмірі ол аяқ астынан болатын зат. Сол үшін сақтандырып қойған артық болмайды бұл өмірде. Әрине. Бұл жерде мен өз кейсімді айтқан себебім, айтқым келіп айтайын деп отырған жоқпын, мақтаныш ретінде айтып тұрған жоқпын. Бұл жердегі мен айтқым келгені, кез келген ата-ана саналы түрде жауапкершілікпен қарау керек. Менің балам мысалға нархозда оқысын, менің балам Казгуда оқысын, менің балам КБТУ-да оқысын десеңіз, мысалға қарайсыз, КБТУ-дың бағасы қанша? Шамамен 4 миллион теңге. Казгудың қанша, Әл-Фараби университетіне 2 миллион теңге. 2 миллион теңгені 4 жылға бакалаврға көбейтесіз, 8 миллион теңге. Құнсыздану бар, тағы бір нәрселер бар. 10 миллион теңгеге рестендеп, 10 миллион теңгені алып, баланың жасына салып, бірінші сынып оқып жатса 10 жылға есептеген кезде, мысалға соны жылына 1,5 миллион теңге жинайым, 1,5 миллион теңге жинайым деп нақты санап, соны 12-ге бөліп, ай сайын сол ақшаны жинау керек. Біздер мына бірегей жинақтау қоры осыны жан-жақты қамтамасыз етілген ғой. Сондықтан бұл пазл сияқты да, егер соңғы мақсатымыз жоғарғы білім, мысалға біз университеттің орташа есептегі бағасын алып жинауымыз керек. Жаңа өзіңіз айтқандай, Мадина ханым, бүгін балам сурет салам дейді, ертең әнші болам дейді, 7-ші класста ол пилот болуы мүмкін деп, ұшқыш болам деп айтуы мүмкін. Ұшқыш болам десе тіпті жинауың керексің ғой ақшаны. Сондықтан жаңағы бала өсе келе өз таңдауын жасайды. Қазір мына тәуелсіз елімізде дүниеге келген балалардың пікірі де, өз-өзінің ұстанымдары да, жалпы өмірге деген көзқарастары да бөлек. Олардың пікірі де тәуелсіз. Бізде емес, біздерде жаңа бала күнінде анам ата-ана не айтады, соны біз істейміз. Серый чемодан жинады, Алматыға бар оқисың деді ғой, сен қайда бара жатсың, қалай бара жатсың, ешкімнің ешқайда шаруасы жоқ, сен әке-шешең айтқан
жаңа өзіңіз айтқан сияқты ертең біз баламызға олай сөзіміз өте ме өтпей ме Құдай тіпті біледі. Бірақ мамандық таңдаудағы кеңес береді ғой мысалға, иә. Қазіргі жаңағы қаражат табудан қай мамандық озып тұрса сол мамандыққа барасың. және де мына ал қазір балаларды бұл таңдау. жерде Марина ханымның айтқан сөзінде мына балалар көбіне өзінің жаңа тәрбиесіне байланысты, өмірлік позициясына байланысты біреу қай жерде көп ақша табады, сол жаңа мамандық таңдауы мүмкін, сол замандағы. Ал кейбіреулері өзінің жаңа өмірлік хоббиін сол мамандыққа араластыру мүмкін. Сондықтан баланың өз таңдауы сол кезде болады. Бірақ оған ата-ана сол кезде дайын бола ма, да? нақты көздеуі бізден болу керек. Мысалға 5-10 миллион теңге жинап қойсаң, ар жағында азғантай соманы жинау оңайырақ болады. Дұрыс айтасыз, әрине. Тіпті мысалы мен өнер адамы, енді әнші, табысым шүкір деп айтайын. Соның өзінде міне осыншама соманы қазір десе, менің өзім ойланып қалам. Қазір тап десе, мысалы, оқуға түсті, осыны төлеу керек осыны десеңіз. дәл қазір дегеніңіз әрине енді тіпті менің өзіме оңай болмайды. Ал мысалы жалақы алып жатқан кісілерге әрине өте қиын, сондықтан менің ойымша өте дұрыс жол деп ойлаймын. Енді депозиттен де артық болып тұр. Бұл енді маған ұнап тұр, негізі білім лайф. Ұнап тұр, бірақ әлде де менде сұрақтар өте көп. Қандай сұрақтарыңыз бар тағы? Көп, өйткені Мүмкін сол халықтың көкейінде тұрған сұрақ қазір сізден жаңағы осы жерде студияда айтылып, соған бір жауап алына ма? мысалы мен келдім банкқа, жаңағы Сақтандыру компаниясына келдім. Келісім шартқа қол қойдық. Мысалы біз жаңа есептедік, менің балам қазір 10-да болса, 6-7 жыл дедіңіз ба? 7 Мысалы, жыл, сіз 18 жаста 11 оқуға түседі ғой, иә. 7 жыл дейік, 7 жылға келісім шартқа қол қойылды. Ал бірақ ақшаны қалай саламын? мысалы мен сақтандыру компаниясына келдім, 7 жылға келісім шартқа қол қойдық. Енді мысалы мен бір айда 1 миллион салдым, екінші айда 2 миллион салдым. Немесе былай есептейікші, 500 мың ай сайын салып отыруым керекпін ғой, иә? міндетті түрде. Мысалы мен бір кездері тоқтаттым. Бір жарты жыл салмадым. Мысалы, енді адам баласына кез келген жағдайлар болады ғой. Мысалы, бұл қалай болады? Бұзылып қалмай ма шарт? Тоқтап қалмай ма? Жойылып кетпей ма? Қалай болады? Өте дұрыс. Міндетті түрде ай сайын осылай салып тұруым керекпін ба әлде? Бізде мына мысалы қараңыз, мен өзім банкир ретінде айтайын, банкте жұмыс жасаған. Бізде жалпы несие төлеу мәдениеті қалыптасқан Қазақстанда. Көп нәрсемізді, көптеген қол жеткізетін мұраттарымызды несие арқылы жасаймыз. Несие алған кезде әр азамат өзінің ай сайын төлем арқылы несиесін жабады. Сол сияқты бұл кез келген шарттың ақшаны беру немесе ақша салу, график погашение дейді, салу өзінің кестесі бар. Сол кестені әр азамат өзі ғана таңдайды. Ол ай сайын болуы мүмкін, ол 3 айда бір болуы мүмкін, 6 айда бір болуы мүмкін, немесе 12 айда бір болуы мүмкін. Тіптен сіз 5 миллион, 10 миллион теңге әкеліп, қазір бірден бірекей салып тастасаңыз да болады. Бұл жердегі егер сіз ай сайын мен төлем салам деп келісім шартқа қол қойған жағдайда, сіз несие төлеген сияқты ай сайын өзіңіз осы сақтандыру полисіне ақшаңызды салып отыруыңыз керек. Ақшаңызды сақтандыру полисіне төленбей қалған жағдайда, сақтандыру полисі сіздің өміріңізді сақтандыруды қамтамасыз етпеуі мүмкін. Егер төлей алмаған жағдайда. Бір-ақ рет төлемесең, мысалы графиктен жаңағыда қалып қойсаң, төлемей қалсаң, бір ай. Мадина ханым, мен түсінемін, кез келген азаматтың өзінің әртүрлі жағдайлары болады. Егер кез келген азамат өзінің айлық төлемін ала отырып өзіне, жаңа парыз ретінде ала отырып, немесе 3 айда бір төлейм деп төлей алмаған жағдайда, сол уақыт аралығында егер ай сайынғы ақша төленбеген жағдайда, ол азаматтың сақтандыру полисі жұмыс жасамауы мүмкін. Бірақ кез келген адам бір күнде ол договор жойылып кетпейді, сізге уақыт беріледі. Сол уақыт арасында сіз ақшаңызды, төленбей қалған төлемдеріңізді төлеп, қайтадан графикке тұру мүмкіндігі бар. Бұл жердегі сақтандыру полисінің негізгі артықшылығы өмірді сақтандыру болғандықтан, өмірді сақтандыру ол 24/7 әлем бойы болғандықтан, өміріңізді бүгін, осы минутта, осы секундта сақтандыру сол өзіңіздің төлемдеріңіз арқылы жүретін болады.
ақшам сол күйі тұрады. ақшаң Салған жоғалмайды, ақшаңыз. өзіңіз Сақтандыру полисі жұмыс жасамайды. тоқтап қалуы Иә, мүмкін. тоқтап Ал қалуы егерде- мүмкін. Ал егерде 2-3 айдан кейін мен өзімді жалғастырам төлемін десе, әрі қарай жалғасып Жалғастыру мүмкіндік қамтамасыз етеді. мүмкіндік бар. төленбеген уақыттардың барлық сомасын Толықтырылып. толықтырасыз. Аха. Сосын ары қарай жалғастырып кетесіз. Кете Бірақ береді. біздің кеңес беретініміз ол сақтандыру полисіндегі жаңағы төлемдерді үзбеу. Өйткені Үзбеу, иә. сақтандыру компоненті жұмыс жасамай Мен сізге қалады. былай түсіндірейін. Мысалға қараңыз, біз өзіміздің автострахование дейміз ғой, автоны Иә, иә, иә. сақтандырған кезде, егер сіздің бүгінгі сақтандыру полисіңіздің уақыты біткен кезде, екінші күн сізді немесе ГАИ ұстайды, екінші күн айтасыз. сізге уведомление келеді. Иә, иә. Сол сияқты сіз өзіңіздің өміріңізді сақтандырмай үйден шықпауыңыз керек қой. Бұл жерде сол. сондай Мысалға, болу егер керек қой сіздің негізі. шарттың, егер сіз мысалға әртүрлі сақтандыру бар ғой, сол кезде егер машинаңызды сақтандырмасаңыз, сіз сақтандыру жағдай болған кезде, ол сіздің сақтандыру полисіңіз жұмыс жасамауы мүмкін. Сол сияқты тура осы жерде де солай. Халыққа да солай дұрыс түсініңіздер деп айтқым келеді. Бұл жердегі ең негізгі мақсат ай сайынғы төлемдеріңізді қамтамасыз ете отырып, өзіңіздің өміріңізді сақтандыру. Бұл екінші компонент. Ал сіз мемлекет тарапынан алатын сыйақыңыз, тағы да басқа дүниелердің барлығы осы сіздің ай сайынғы төлеп жатқан сомаңызға бірде-бір қатысты болады. Түсінікті. Жақсы. Енді сізге мындай сұрақ. Бізде мынандай статистика бар. Осы білім лайфты ашқан кезде ата-ананың біреуі өзінің өмірін сақтандырады баланың пайдасына. Енді статистикаға сүйенсек, бізде қазіргі ашылып жатқан білім лайфтың сақтандыру полистерінің 70% әйел азаматтары өздерінің өмірлерін сақтандырған. Отбасында әйел азаматы өзінің өмірін баласының пайдасына сақтандырып осындай полис ашып отыр. Сіздердің отбасыңызда, болмаса Олжас мырза, сіздердің отбасыларыңызда жаңағы шешім қабылдап, қаражатты осылай бөлу керек, болмаса мен тек жалғыз табыс көзімін отбасыма деген қандай кім шешім қабылдайды қаражат бойынша? Кім өзінің өмірін сақтандырады деген бір. Мені сұрап жатсыз ғой қазір, дәл қазір. Сізден де Олжас мырзадан да. Өздеріңіз ойларыңызды айтсаңыздар. Енді менің ойымша біздің жалпы негізі отбасымызда сақтандыру туралы, өмірді сақтау туралы әлі әңгіме қозғалған жоқ. Жоқ, мысалы қаражатты Сондықтан. бір жаққа салу, жаңағы жинақ жасау, болмаса бір қандай да бір соманы ұстап Қаражатты тұру деген портфельно реттеу деген бұл соған жерде. шешімді Мына кім жерде қабылдайды? қаржылық сауаттылық турасында қойылған сұрақ. Жалпы дейді, Қазақстан халқында егер біз өзіміздің сақтандыру полистарына сүйенген жағдайда, әйел азамат басымды түрде өзін Иә, оны сақтандырады түсіндіріп екен. отырмын, иә, түсініп Жалпы отырмын. қаржылық сауаттылық аясында кез келген отбасылық бюджет болады. Отбасылық бюджетте ортада жиналыс болады. Сол жиналыс аясында қандай шешімдер қабылданады? Сақтандыру полисына да қатысты жалпы шешімдер қабылданған кезде үйде қандай шешімдер қабылданады және оны кімдер қабылдайтын жөнінде айтып кетсеңіздер деген сұрақ қой. Енді жасыратын ештеңесі жоқ. Біздің үйде ең көп ақша табатын өзім болсам да, менің ақшам бір тұрмайды ғой, депозитте тұрмайды, қолымызда тұрмайды. Оны ешкім көрмейді, жолдасым айтпақшы. Ал жолдасымның ай сайын алып жатқан, мысалы, өзінің Тұрақты айлығы? тұрақты, баланың оқуына да жетеді, үйдің квартплатасын да төлеуге жетеді. Жалпы ол өзі былай жақсы Есеп үнемдейді. қисабы бар ғой сондай. Есебі жақсы, сосын жалпы ол өте жақсы, ондай қалай айтсам екен, Ұқыпты дейсіз ғой. оның қаржылық Қаржылық сауаттылығы өте мықты, барлығын есептеп қояды, оны жеткізеді. Ал менікі көп келгенмен бір білмеймін, әйел адамның берекесі жоқ па, ақшасының шашылып әйтеуір енді Енді сонда бірақ менің ойымша қазір енді әрине мен осыны қазір білем, тыңдаймын, өзі де көретін шығар бұл подкастты, бірақ менің ойымша шешімді қабылдайтын менің жолдасым деп ойлаймын. Ал екі адам, мысалы мен және де менің жолдасым бір семьяда екі адам аша ала ма? Папасы да, мамасы да. Екі Олай адам бола ма? екі түрлі, екі қатысты балаға. Мысалға сіз балаңыздың екінші тағы да жанұяңызда бала, оның туған бауыры болған жағдайда екі баланы екіге бөліп, біреу анасы, біреу әкесі сақтандырылады. Бірақ бір бала бір иінге екі ата-ана сақтандырмайды. Бір ата-ана. Болмайды. Немесе әкесі, немесе шешесі. сондай таңдау жасау Қажет. керек. Өйткені бұл жердегі басты көздеген мақсат сақтандыру полисінде сол табысты тауып отқан адам
егер де олай болай өмірден озып кетсе, сол табыссыз ертеңгі күні бала қалай білім алып қалады, жоғарғы білімге қолы жетеді ма деген сондай мақсат көзделген. Сонда отбасындағы бастапқы табыс көзі кім болып табылады, соның өмірін малтабар сақтандыру. дейді ғой, жанұяда кім малтабар. Мысалға біздерде мына сақтандыру полисі аясында бізде көптеген төлемдер болып жатыр. Мысалға өздеріңіз естіп жатқан шығарсыздар, Қарағанды жақта бізде өзіміздің жинақтау жалпы біздің сақтандыру полисі бар азаматтар өмірден өтіп кетіп жатыр. Ол негізгі нан табарлар. Артынан 4 баласы қалды. 2 баласын біз осы сақтандыру аясында 2 баласының жоғарғы оқу білімінің ақшасын төлеп отырмыз бүгінде, ал артындағы 2 баласына біз компания тарапынан оған жаңа пособие алады ғой ай сайын, соған қосымша тағы да ақша төлеп отырмыз. Яғни мал табары үйдегі әкесі өмірден өтіп кетсе де, сол әкесі бардағы ақшаны әзірде олар алып отыр. Сақтандыру полистің ең негізгі мақсаты ол қандай да болмасын жағдайда, қаржылық қиындық туған жағдайда сақтандыру компаниясы ең бірінші көмекке келеді. Осы жерде айтып кетемін, бұл жерде біз сақтандыру полистарын тек қана мына ең біріншіден бұл қаржылық біз қорғау ретінде, қаржылық қорғау. Неліктен қаржылық қорғау деп айтқым келеді? Біріншіден сақтандыру полистеріне жинаған ақша кез келген үшінші адамның арест қоюына мүмкіндік бермейді. Бұл мемлекет тарапынан заңды түрде қарастырылған. Қалай? Егер мысалға біздерде бар ғой, кішкентайда болмасын несие төлемей қалған кезде шотқа арест түседі, немесе қандай да болмасын азаматтарға қарсы болған кезде, немесе қандай да болмасын сот үкімінің шешімімен кез келген азамат сіздің шотыңызға немесе сот үкімімен арест қою мүмкіндігі бар, иә? Шектеу, қандай да болмасын ақша шектеулер. Ал бұл сақтандыру өнімдеріне ешқандай шектеу қоюға болмайды. Өмір сақтандыру бағдарламасының артықшылығы осыда. Сондықтан біз бұны қаржылық қорғау деп атаймыз. Бұл ақшаға біріншіден кез келген үшінші адамның, кез келген ұйымның мүмкіндігі жоқ. Ақшаны қандай да болмасын шектеу қоюға ақшаңызға. Екіншіден, егер ерлі-зайып арасында ажырасу процесі болған кезде бұл ақша бөлінбейді. Мысалға, әйел азамат бұл ақшаны жинаған жағдайда әйел азаматтың атында қалады, ер азамат бұл ақшаны жинаған жағдайда ер азаматтың атында қалады. Яғни мына бұл ақша отбасылық болғанымен отбасылық шешім қабылданды, отбасылық жинап жасалған. Бұл баланың біліміне арналған ақшасы болып есептеледі, және де жалпы кез келген сақтандыру полисі заңды түрде бізде қарастырылған. Сондықтан біз оны қаржылық қорғау деп атаймыз. Оны біздің халықтар бірден бір білмейді. Ең біріншісі ол жаңағы аресттан қорғау, өзіңнің ақшаңды. Екіншіден соттық үкімдерден қорғау, екіншісі жаңа ажырасу процесінде өзіңізде қалады ол ақша, және де бұл жерде ең тағы да артықшылықтардың бірі мемлекет тарапынан салығыңызды кері шегеру мүмкіндігі қамтамасыз етілген. Сол арқылы сіз тек қана 15%-ға дейін емес, 25%-ға дейін жылдық ақшаңызды үнемдеу немесе көбейту мүмкіндігі қарастырылған. Сондықтан бұл мына жаңағыдай дифференциация портфелі деп айтамыз ғой, диверсификация портфелі дейміз. Бұл жаңағы келіп отырған табысты жан-жақтылығын жан-жақты түрде сізді қорғау қамтамасыз ету. Жалпы қаржылық сауаттылық дегеніміз ол қанша ақша табуда емес. Қаржылық сауаттылық дегеніміз тапқан ақшаны жан-жақты бөле отырып, стратегиялық тұрғыда шешімдер қабылдай отырып, сол ақшаны жинай отырып, сақтай отырып, көбейту. Осы дүниелердің барлығын сақтандыру полисі жан-жақты қамтамасыз етеді. Біздің үйде талас болатын болды ғой, кім ашады деп Әнуарға. Өйткені менің жолдасым өзі сондай ұқыпты адам. Менің ойымша ол бірінші бүйтіп айтады, мен ашайын өзімнің атыма. Өйткені мен оны ай сайын салып отырамын. Қадағалап. Аз да болса деп, мысалы, салған тағы да бір сұрақта, салған сома. Ол сенің табысыңның бір пайыздар болу керек па? Әлде қалай есептеледі? Или сен осыншама ақшаға жеткізуің керексің ба? Жаңа мысалға дейді ғой, біздерде орысша айтқан кезде от обратного счета дейді ғой, мысалға ол біздің мақсатымызға байланысты. Егер мысалға нархоз болса, нархоздың сомасын есептеп, содан кері қарай шегінеміз. Мысалға оқу орнын таңдап, шамалап. Мысалға орташа есеппен жаңа айтып кеткенде бір жер 2 миллион болуы мүмкін жылдық, біреу 4 миллион болу керек. Соны 4 жылдыққа көбейте отырып, 10-15 миллион теңге ақша шыққан кезде, соны жаңа 10 жылға, 11 жылға, 7 жылға, 6 жылға айлыққа бөліп тастасаңыз болады. Немесе жаңағы 4-ке болып айына
жылына 4 рет төлесеңіз болады, жылына 2 рет төлесеңіз болады, немесе жылына, немесе біздерде мына единовременный взнос дейді, бір саласында ол 3 есе көбейту мүмкіндігі қамтамасыз етілген. Мысалға, Көп егер соманы сіз бірден 15 әкеліп миллион қалсаңыз. теңге ақша жинаймын, 15 миллион теңге өмірім сақтандырады десеңіз, біздерде мысалға адам жасына байланысты кейстарымыз бар саналған. 5 миллион теңге әзір салып қойсаңыз, сіздің ақшаңыз, сіздің балаңыз мектеп бітіргенге дейін 15 миллион теңгеге дейін көбею мүмкіндігі бар. Яғни, неғұрлым сіз ақша көбірек саласыз, неғұрлым сіздің ақша салу кезеңі көбірек, соған байланысты сіздің мемлекет тарапынан алатын сыйақыңызда, өзіңіздің жаңа инвестициялық компания табысын төлейтін табыста солырақ көбірек болады. Жаңа салықтан шегеру сомасы да көбірек болады. Минимум деген бола ма? Минимум Мысалы, деген біреу болады. айтады, мен 30 000 теңгеден салып отырсам Керемет. бола ма деп. Болады, Бола ма болады. ол да? Мен Жоқ, ойлаймын, я ондай минимум. Минимум Минимум деген бар. бізде Минимум 10 000 теңге. теңге бар. Біздер неліктен біз минимум 10 000 теңге деп айтпаймыз. Мысалға, былай енді шынына келейік та, халықты да алдамайық, өзімізді алдамайық. Егер нағыз шындыққа келетін болсақ, 10 000 теңгеден жинай отырып, ертең бала мектеп бітірген кезде ол түкке жетпей қалуы да мүмкін. Мысалға, 10 000 теңгеден жинай отырып, менің балам КБТУ дейді, жылына 4 миллион теңге тұрады. 16 миллиондық оқуға түссе, 6 жылда, 5 жылда ол 10 000 теңгеден қанша ақша жиналады? Тек қана жиналатыны түкке тұрмайтын ақша жиналады. Сондықтан біз ата-анаға шынымен түсіндіреміз. Сіз қалай қалайсыз? Сіз жай ол колледжде оқи ма? Әлде бір жай 1 миллиондық университет оқи ма? Сөйтіп отырып, біз нақты сомасын береміз. Біздің рекомендуемый дейді, біздің ұсыныс берілетін сомамыз болады. Ол 20 000 теңге, 30 000 теңге, 50 000 теңге болуы мүмкін. Бірақ бүгінгі таңда осы биылға ол кісі 20 000 теңге, 30 000 теңге жинау қарастырылған. Одан кейін келесі жыл, бір жыл өткеннен кейін договор сомасын көбейту мүмкіндігі бар. Өзгертуге болады. Өзгертуге болады. Әр шарттың жылдығы туады ғой, күні келеді. Мысалы, сіз бүгін аштыңыз, келесі жылы тура осы күні келіп, компанияға өтініш білдірсеңіз болады. Менің есеп қисабым бойынша мен табысым көбейді. Мен енді 10 000-нан жинамаймын, мен енді 30 000-нан жинауға мүмкіндігім бар. Өзгертсем болады ма деп. Бір жағынан инфляцияны қуалайтын болады, жаңағы болмаса оқу орындарының бағасын өсіп жатқанын көреді, болмаса жаңағы оқуға түсуге таяп қалған болып, баланың таңдап отқан оқу орны қымбатырақ болып жатса, сондай кезде тек шарттың жылдық күні туған кезде келіп, келісім шарттың сомасын өзгертуге мүмкіндігі бар. Мына халықтағы ең негізгі нәрсе, мен қаржылық сауаттылықты сабақ беретін азамат ретінде айтарым, бізде мына тәртіп жоқ. Жалпы тәртіпсіздеу халықпыз, шыны керек. Бастаймыз, тастаймыз. Мына кредитті төлейміз, неге десең ол арест түседі, шотқа білесің, бірінші очередь бар, бірінші кезекте кредитті төлейміз, ал былай мына өзіміздің болашағымызға жыл сайын саналы түрде ақша жинау бізге қиынырақ. Неге десеңіз, бізде ақша жинау мәдениеті жоқ. Бізде ақшаны көбейту мәдениеті жоқ. Сондықтан бұл жерде жаңағы нақты 50 000 теңге ма? 50 000 теңге салуға жүйелі түрде тәртіп керек. Жүйелі түрде тәртіп дегеніміз, біздерде мысалы осы, егер сенің өзіңде сана сезімдік жүйелігің жоқ болса, жауапкершілігің жоқ болса, біз сол жауапкершілікті автоматтандырдық. Ол дегеніміз, біздерде автоплатеж деген бағдарлама бар. Сіз өзіңіздің жаңағы сақтандыру полисін ашқаннан кейін автоплатеж қойып қоясыз. Ай сайын сіздің дербес шотыңыздан жаңа өзіңіздің айтылған, жазылған сомаңыз 50 000 теңге ма, 30 000 теңге ма, 100 000 теңге ма, ол шешіліп отырады. Сөйтіп шешуге болады. Бастысы сол байлап қойған карточкада сол күнге сол ақшаны болса қамтамасыз ету. Ол ақша күтіп отырады, өзінің қандай да сома түскен кезде ол ақша шегеріліп отырады. Жалпы мына жинақтау жүйесінің негізгі артықшылықтары ол біздің ай сайынғы жүйелі түрде өзінің шартта көрсетілген уақытылы сол ақшаны жинау мүмкіндігін біз қамтамасыз ету. Бала тез өседі. Мына қаржыгер ретінде мен сізге айтайын, біздегі халықтағы бүгінгі таңда 7,5 миллион қазақ елінде азаматтар басында тұтынушы несие бар екен. Тұтынушы несиені біз негізінде көбіне не үшін аламыз? Той жасауға, баланың оқытуға аламыз, иә? Бала бір күнде аспаннан салбырап түспейді. Бала көз алдыңда, ішіңде 9 ай, сыртыңда 20 жыл, 17 жыл жүреді сыртыңда. Сен балаң көз алдыңда. Баланы жақсы көру деген баланы жаңағы бір нәрсе сатып алып беру емес. Жалпы баланы жақсы көру деген оның жарқын болашағын ата-ана қамтамасыз ету тиіс. Біз жалпы ата-ана ретінде біздің негізгі жаңағы мұсылмандық ролымызда да 3 міндетіміз бар. Ол дұрыс ат қою,
білім беру, оның тойын жасау. Сол қазақ халқында біздің қазақ халқын осы тұрғыда қаржылық сауаттылық аясында Құдай алдыңызға берген баланың болашағын, оның дұрыс болуын, оның кепілді түрде жарқын болуын, оның кепілді түрде қарсыз болуын тек қана кез келген ата-ана саналы түрде қамтамасыз ете алады деп айтқым келеді. Ол үшін барлық бағдарлама бар. Көз алдыңда бала көрдің бе, білімін қамтамасыз ет. Саған мемлекет жан-жақтан көмек беріп тұр. Мына жинаймын деген адамға мемлекет мүмкіндік беріп тұр. Мемлекеттік сыйақы тек осы жеке тұлғаға қатысты екі жағдайда қолданады. Бұл үй алуға, отбасы банк аясында, халық оны түсінді. Жылдың соңында очередьке тұрып барып ақша салады. Соны бәрі түсінді, мемлекеттік сыйақы алу үшін. Осы жерге де жылдың соңына шейін жүгіріп келіп максималды мемлекеттік сыйақы алсын деген біз жақсы ниеттеміз. Сондықтан бала үйленген кезде, оның ішінде бала оқуға барған кезде, балаңыз грантқа түспей қалған жағдайда кредитке, несиеге жүгірмей, осылай мемлекеттік бағдарламаның жан-жақты фишкаларын қолдана отырып, осылай саналы жауапкершілікпен ата-ана келсін деген осындай бір идеяға шақырамыз. Соңғы сұрағым, мысалы, осы салып жатқан қаржы, қосылып жатқан пайыздар, жалпы оны қай жерден қарай аламын мен? Мысалы, қосымша ма, әлде электрондық бір не бар? Бұл жерде Халық Лайф компаниясы көшбасшы компания болып табылады Қазақстан елінде. Нарықтың көп бөлігі біздің Қазақстанның көп бөлігі біздің Халық Лайф компаниясы сақтандырылған. Ол үшін банкке немесе Халық Лайф компаниясының филиалына сақтандыру полисін ашу үшін барып қажет емес. Сіздер біздің компаниясының өзінің приложениесі бар, өзінің жүктелген. Сол приложениесін жүктей отырып, сіз онлайн үйден отырып та оны ашып алу мүмкіндігі бар. Ол бірінші. Екіншіден, Қазақстан бойынша біздің 3000 агентіміз бар. Сақтандыру агенттері. Сол сақтандыру агенттері біздің колл-центрға звондап, өзіңізге шақыртсаңыз болады, немесе колл-центрға звондап, сіз біздің операторымыз сізге жүйелі түрде сайтта бұның бәрін, приложениеде қалай бұның бәрін ашу мүмкіндігін сізге айтып береді. Одан кейін сіздің өзіңіздің жеке кабинетіңіз болады. Жеке кабинетіңізде сіз 10 000 теңге салсаңыз да, 100 000 теңге салсаңыз да, максималды сақтандыру полисіңіз көрсетіле отырып, сіздің ай сайын қанша салғаныңыз, салмағаныңыз, қызылы, жасылы бәрі көрініп тұрады. Соны өзіңіз ай сайын қадағалайтын мүмкіндігіңіз қамтамасыз етілген. Толық қазір бәрі жүйелі, бәрі электрондық, онлайн түрде шартыңыз да сол жерде болады. Әсел ханым дұрыс айтады. Адамдар қазір ақша жинау кезінде тәртіп жеткіліксіз. Мысалға шетелде әр азамат негізі өзінің қағидасы бар ғой, әр өзінің жалақысынан 10%-ін депозитке салып отыру керек. Жинақ жасау. Біз салып келеміз да. Салама, жинақ жасау. Керек кезде шешіп аламыз да. Мен сияқты ма? Бұл счетты сосын тазалап тастаймыз. Ал бұл жерде сіз шешіп аламайсыз. Білесіз, шешіп алсаңыз барлық жаңағы сыйақыдан айырылып қалатыңыз. Сол үшін енді шешпейсіз. Бір қатты керек бір жағдай болмасашы. Және де сен балаңның біліміне деген қаржыны кәдімгідей дайындап қоясың. Алдын ала дайындап, біртіндеп жинап. Енді мен ондайға үйренбеген, бірақ енді солай жасауға тура келіп тұр. Біріншіден, екіншіден, бұл сенің қаржың өсет, көбейет. Және де сен оны міндетті түрде аласың. Қандай да болған жағдайда, кез келген уақытта сен сол қаржыңды шешіп ала аласың. Және де сені, мысалы, енді жаман айтпай қояйық, бұл сақтандыру полисі жабылған кезде мемлекет сені қорғайды. Және сенің қаржыларыңды, және де сен басқа жаңағыдай сақтандыру мекемесінен барып сол қаржыңды ала аласың. Тура сол қаржы. Қандай да жағдайда болсын, сен өзіңнің ақшаңнан айырылмайсың. Ол бар. Және де мысалы соны ашқан адам тіпті отбасылық жағдаймен ажырасып жатқан кезде де сот сенің сол ақшаңа қол сұғып егеге бөлмейді. Сен толықтай сенікі болып қалады. Сенің меншігіңде қалады. Күшті. Құдай сақтасын, енді бірақ ойлап жатқаным ғой, адам неше түрлі ойлайды. Бірақ өте керемет шарттар деп ойлаймын. Білімге кредит алсаңыз, мысалға, процент сізге қарсы жұмыс істесе, бұл жерде наоборот сізге пайыз, сіздің ақшаңыз көбейтуге жұмыс істейді. Сол үшін бұл тиімді болып есептеледі қазірден бастап ақша жинау.
өйткені 7 жыл сіздің айтқандай ол өтеді, бірден өте кетеді көзді ашып жұмғанша. 7 жылдан кейін сіздің қарамағыңыз, қолыңызда ақша болады, және балаңыз гранттың балы жеткен оқуға емес, өзінің қалаған оқуына түсуге мүмкіншілігі болады. Ал иә, осы жерде жақсы айтты Олжас мырза. Грант көп бөлінген болмаса, грантқа ғана балым жетті деген оқуға бармай, өзі таңдаған оқуға барады. Өйткені ата-анасы алдын ала оған қамтамасыз жасап қойды. Мысалы, осы қаржы тікелей оқу орнына кәдімгідей аударылып Ол отырады. арнайы мақсатты ақша болғандықтан кез келген жиналған ақша, мемлекет тарапынан алған мемлекеттік сыйақы, компания тарапынан берген инвестициялық табыстың барлығы толыққанды жаңағы балаңыз оқуға түскен жоғарғы білім алу аясында беріледі. Қандай түкпір-түкпірінде, Стэнфорд, Оксфорд, қандай да болмасын вуздар таңдаған жағдайда Қытай, Малайзия, кез келген. Бұл жердегі негізгі мақсат сол оқу орнына дербес шот арқылы ақшаның аударылуы. Енді бұдан артық қандай керек жағдай жасалып отыр деп ойлаймын, менің ойымша. Ақша негізінде тез жиналады, теңге тиыннан құралады ғой. Мына жаңағы биылғы ұбт-дағы алынған стресс. Ол жайында айтып кететін болсақ, жаңағы өзіңнің, Олжас мырза дұрыс айтқандай, өзіңнің қалаған оқуыңда оқисың. Біздерде мысалға мен өзімнің жұмыс беруші ретінде алдымызға бәлен деген резюме келеді, 100 деген резюме қарастырамыз. Сол кезде ол жаңағы аграрный бітіріп, бүгінде банкте жұмыс жасап жүреді. Мысалға қаржы, финансы, кредит бітіріп, врач жаңағы бір медициналық центрда жұмыс жасап жүреді. Әр азамат өзінің жаңағы мамандығымен жұмыс жасамайды. Сондықтан бұл бағдарлама бірде-бір кез келген азаматтың жаңа оның баласының армандаған оқуына 100% түсу мүмкіндігін қамтамасыз етеді, сүйікті жұмысымен айналысуды қамтамасыз етеді, және де мемлекет тарапынан жаңағы бюджеттің ақша шашуы азаяды деген ойдамын мен. Неге десеңіз, біз бәріміз осы мемлекеттен бөлінген кез келген ақшаға азаматтық тұрғыда кез келген осы Қазақстан азаматы жауапты деп ойлаймын. Сондықтан еліміз ол ақшаның, босқа шашылған ақшаны басқа да дүние, қазақ халқының өркендеуіне, көбеюіне, еліміздің тұрмыстық жағдайының жақсаруына жұмсаса деген ойдамын. Өйткені бір мысалдардың бірі менің сыныптасым болған. Даусы керемет, әнші жігіт. Бірақ грантқа түскен кезде физикалық университетке түсті, техникалық университетке. Бірақ бірінші курстан кейін оқудан шығып қайтып жүргенге түсіп алды. Егер қолында қаражаты болса, меніңше ол бірден сол жаққа түсетін еді, 1 жыл уақытысын құртпайтын еді. Ол дайындалды ғой, өйткені грантқа қайтадан түсем деп тырысып қайтадан дайындалды. Менің ойымша басқаша болған сияқты. Мүмкін оның ата-анасы қайдан әнші боласың, болмай-ақ қой деп мүмкін сол оқу орнына түсіргізіп, бірақ енді 1 жыл оқып бала өзі өнер деген, музыка, шығармашылық деген адамды жібермейді. Сондықтан сол ақыры өзінің несіне барды. 1 жыл бұл қысқа мерзім, Олжас мырза. 5 жыл оқып, 10 жыл жұмыс жасап, өз-өзін таппай, өмірлік миссиям қандай деп адасып жүрген адам қаншама. Сондықтан мына жалпы білім беру бағдарламасы бұл халыққа керек. Халықтың барлық тұрғыдағы жағдайы қамтамасыз етілген, мемлекет тарапынан барлық жағдай қамтамасыз етілген. Халклайф компаниясы халық арасындағы бірде-бір ең мықты компаниялар ретінде осы бағдарламаның соңына дейін жетуін, осы бағдарламаның жан-жақты халық арасында қамтамасыз етіп, халықтың қаржылық сауаттылығын арттыруға компания тарапынан біз жан-жақты дайынбыз. Осыны халыққа жеткізіміз келеді, айтқымыз келеді. Ашыңыздар, сақтандыру полистарын ашыңыздар, өмірлеріңізді сақтандырыңыздар. Балаңыздың болашағын қазірден бастап қамтамасыз етіңіздер. Баланы жақсы көру, оған әдемі киім, қымбат ұялы телефон алып беру емес, баланы жақсы көру, оның болашағын қамтамасыз ету. Үлкен азамат ретінде саналы және де үлкен ата-ана ретінде сіздерге кеңес беремін. Тағы да мысалға кейбіреулер ойлайтын шығар, балам қазір кішкентай деп. Ашудың не себебі бар? Уақытсыз келгенде жақындағанда ашармын деп. Оның 2 себебі бар. Біріншіден, ерте ашқан сайын сомаң көбірек жиналады. Екіншісі, 5 жасқа дейін айта кетсеңіз, жаңағы артықшылығы 5 жасқа дейінгі салған соманың. Мадина ханымға арқылы осыны да тағы да халыққа жеткізейік. Бағана Әсел ханым да басында айтып өтті. Егерде балаңыз қазір туылған, сол сәттен бастап
сақтандыру полисін ашып өзіңіздің өміріңізді баланың пайдасына сақтандыруға мүмкіндік бар. Ол бала бірінші сыныпқа барсын, болмаса анау 5-ші сыныпқа барған кезде ойланам емес. Және тағы басты артықшылық, бала 5-ке келген кезде жаңа үкімет тарапынан бастапқы білім беру капиталын алу мүмкіндігі. Ол жаңаға Әсел ханым айтып өтті, 60 айлық есептік көрсеткішті құрайды, егерде бала жай отбасыдан шыққан болса. Ал егерде бала өзі мүмкіндігі шектеулі бала болса, өзінің ерекше бала, болмаса жаңағы жетім бала болса, онда ол үкімет тарапынан 120 айлық есептік көрсеткіш көлемінде көмек алуына мүмкіндік бар. Бірақ ол көмек бір-ақ рет беріледі, өзінің атында айтылып тұр, бастапқы білім беру капиталы деп. Бір-ақ рет беріледі бала 5-ке толған кезде. Енді сіздің Ануар бұл жастан өтіп кетіп отыр, бірақ сонда да мүмкіндіктер әлі алда. Менің өзімнің енді таныстарым бар, бауырларым бар. Демекші, тағы бір осы тарапта сұрақ қойғым келіп тұр. Мысалы, бала туылды, әкесі сақтандыру компаниясына келеді, Білім Лайфқа. Мен 7 жасына дейін ақша жинағым келеді. Мысалы, Мәдинаның баласы сияқты осы мектепте, менде ақылы мектепте оқытқым келеді деген. Ондай бола ма? Бұл жерде барлық бағдарлама жаңа орта кәсіби білім немесе жоғары білімге арналған. Жалпы мектеп жасындағы мектеп аралық білімге бұл ақша арналмаған. Бұл тек қана кәсіби маман болуға арналған. Балаға мамандық алып беру мүмкіндігі. Бір мамандық иесі атану мақсаты. Орта мектепті мемлекет қамтамасыз етеді. Тең мектепке. Ата-ананың қалауы ғой. Ақылы мектеп қалауы. Ал жоғарғы оқу орны бәріне енді тек грант ұтып алсаң ғана саған қол жетімді, егер балың жетпей қалса, онда жоғарғы оқусыз қаласың. Сол үшін бұл тараптан үкімет жаңағы жастарымызды қолдау үшін, ата-аналары қазірден бастап жоғарғы білімін ойлау үшін жасалған программа болып есептеледі. Мына қаржылық тұрғыда қиын пайыздық мөлшерлер деп аталады. Қаржылық тұрғыда бір осындай терминология бар. Ол дегеніміз пайыздың үстіне пайыз төленуі. Осы Халық Лайф бағдарламасы, Білім Лайф бағдарламасы, Халық Лайф компаниясының бағдарламасы аясында, осы Білім Лайф бағдарламасында сіздің бұрынғыда жиналған ақшаларыңызға мемлекеттік сыйақы алу мүмкіндігі қамтамасыз етілген. Яғни отбасы банкта сен қанша ақша жинадың, сол жыл аралығында, бір жыл аралығында тек соған ғана пайыз жүрсе, бұл жерде сен оның алдында жинаған ақшаларға да пайыз мемлекеттік сыйақы алу мүмкіндігі бар. Бұл терминологиялық тұрғыда жаңа қиын пайыздар деп аталады. Қиын пайыз деген сложный процент деп осы мықты азаматтар көп айтып жатады ғой. Бұл пайыздың пайызға айналуы. Яғни мына мемлекет өз тарапынан көптеген жағдайлар қамтамасыз етілген. Жалпы мына мемлекеттік жоғарғы білім алуы аясындағы гранттың азаю себебі біріншіден ол жаңағы бала санының көбеюіне байланысты, жылдан жылға шүкір халық саны көбейіп келе жатыр. Екіншіден мына білім бағдарламасы аясында осы бөлініп жатқан гранттардың сан мөлшерінің азаюы. Яғни мына жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, ақылы мектеп деп. Бала көптеген ата-ана ақылы мектепке беріп, жақсы жағдайда бала оқыс екен деп армандайды. Бірақ біреуінің мүмкіндігі жетеді, біреудің мүмкіндігі жетпейді. Сондықтан әзірден бастап, егер балаларыңыз орта мектепте оқып жатқан жағдайда, өздеріңіз көріп отырсыз, ақылы мектептің айырмашылығы қандай екен. Сол сияқты ақылы білім алу кездегі айырмашылық та басқа. Соны балаңызға орта мектепте емес, жоғарғы білім аясында қамтамасыз етемін десеңіз, осы білім Лайф бағдарламасы осыны жан-жақты барлық сұрақтарға жауап бере отырып, барлық жаңа сұранысты жабады деп айтқым келеді. Бағана сіз жақсы сұрақ қойдыңыз. Шетелде оқитын болса, сояққа аударуға болады ма деп ақшаны. Енді осы жерде сізге тағы да қосымша ақпарат ретінде айта өтейін, көкейіңізде жүрсін, ертеңгі күні қажет болып жатса. Егер де жоғарғы оқу орнына ақшаны төлейтін кезде бірден төлеп тастамау жаңа шартта көрсетілмесе, онда осы Білім Лайфтағы ақшаңызды сол оқу орнына жылдап төлесеңіз болады. Ақша компанияда жата береді, және келісім шарттың мерзімі келсе де ақша жаңағы бос жатпайды, оған компания өзі инвестициялық табысын үстінен төлеп отыра береді, сол 8% жалғастырып. Ақша құр жатпайды. Бірақ келісім шарттың мерзімі бітті, оқуға төлеу керек, бірақ толық төлемей жылдап төлеймін дейтін болсаңыз, онда мемлекеттік сыйақы ары қарай төленбейді.
бірақ жаңа мүмкіндік қарастырылған жан жақты. Содан кейін тағы да бір айта кететін артықшылық, бағана Әсел ханым өзінің сөзінің басында айтты, қандай да бір қаржылық құралды пайдаланар алдында сіз сол мекеменің жаңағы статусына, рейтингіне қарау керек. Ақшам ертеңгі күні жоқ болып кетпей ма дегендей. Сол рейтингке қараған кезде тағы бір артықшылық, сол компанияның қандай мүмкіндіктер бере алады, тағы да қосымша басқа компаниялардың артықшылықтар. Соны Әсел ханым айтып өтсеңіз, бізде Білім Лайфты 2 жаңағы валютада ашуға болатын, Бана подкаст аясында айтып кеткен болатын. Жалпы мына айтады ғой, 10 жыл әлі балам кішкентай, жаңа Олжас мырза сіздің балаңыз аясында 3 айлық, әлі кішкентай ғой, теңгемен не болады, жалпы жағдай қалай болады деген жағдайда осы Білім Лайф бағдарламасы осы артықшылықтармен доллармен ашу мүмкіндігі бар, шетелдік валютамен. Осы барлық артықшылықтар қамтамасыз етілген. Ол біріншіден. Екіншіден, егер мысалы ұзақ мерзімді болса, девальвация болып кетеді ғой, мен мысалы баламды шетелге оқуға жіберем деген егер ойлар болған жағдайда, мысалы магистратураға шетелге жіберем деген жағдайда, осыны ақшаны шетелдік валютада жинау мүмкіндігі қамтамасыз етілген. Одан кейін біздің осы компанияның, Халық Лайф компаниясының негізгі артықшылығы ол біздің агенттік жүйеміздің мықты болуы. Қазақстан бойынша біздің 3000 сақтандыру агенті жұмыс жасайды. Өзінің телефонынан сіздің осы сақтандыру полисін сізге ашып беру мүмкіндігі бар. Телефон арқылы. Теңгемен де, доллармен де. Теңгемен де, доллармен де. Ондай жағдай басқа сақтандыру компанияларында қамтамасыз етілмеген, және ондай жағдай жоқ. Үйде отырып әр адам өзі де ашып алады ғой сақтандыру шартын. Кез келген азамат үйіне сақтандыру агентін шақыру немесе кездесу арқылы өзінің толық консультация ала алады. Енді жалпы дүниежүзілік біз тәжірибені қарайтын болсақ, сақтандыру өнімдерінің барлығы офлайн сатылатын өнім. Яғни бетпе-бет. Бұл сақтандыру өнім болғандықтан, бұл сақтандыру өнімде неше түрлі компоненттер болғаннан кейін ондай мүмкіндік әрине бар, бірақ көбіне ол офлайн түрде ашылатын болғандықтан консультация арқылы біздің Қазақстан бойынша 22 филиалда немесе осы біздің 3000 сақтандыру агент арқылы сіз осы өнімді барлық сұрақтарыңыз қоя отырып консультация алып, сосын ашатын мүмкіндіктеріңіз бар. Енді бір соңғы тағы да қоймайды дейді. Енді бір соңғы ауырлау сұрақ қояйын. Мысалы, өзінің өмірін сақтаған және де сол ай сайын қаржы жинап жүрген азамат дүниеден озды дейік. Кім жауапты? Баланың өзінің өзі кішкентай болса, мысалы, әлде қалай болады? Әлде сіз өздеріңіз сол ақпаратты біліп отырасыз ба? Халық Лайф компаниясы енді біз көшбасшы ретінде біздің жан-жақты бұл ақпаратқа қол жетімді, бұл ақпаратты біз білеміз. Қандай да болмасын біздің сақтандырылған азаматтың бұл өмірден өтіп кеткенін біз күнде-күнде біліп отырамыз. Күнде-күнде бізге ол тізім келіп отырады. Егер Білім Лайф бағдарламасы ашылған болса, жаңағы сақтандырылған азамат өмірден кеткен жағдайда сақтандырылған азаматтың орнына төлемақыны ары қарай сақтандыру компаниясы, яғни Халық Лайф компаниясы төлейтін болады. Оның екінші әкесі Халық Лайф компаниясы болады. Екінші анасы ары қарай оның төлемдерін төлей отырып, сол Білім Лайф бағдарламасы аясындағы өзінің шарттағы нақталған сомаға дейін жеткіздіріп, сол баланы қандай да болмасын жоғарғы мекемеге, кәсіби маман алу аясында мекемеге оқуға түсіріп, сол ақшаны толыққанды баланың дербес шотына айырбас жаңағы аударып, жылдық мерзім болар мүмкін, түбегейлі аудару мүмкін, сөйтіп ары қарай баланың жоғарғы білімін алуын қамтамасыз ететін Білім Лайф бағдарламасы аясында бұл компания сақтандыру компаниясы. Тіркеген кезде сол азамат болады, жаңағы өзі төлейтін, өмірін сақтап жүрген, және оның баласы кетеді, көрсетіледі. Баланың иіні, кез келген бір иінге, кез келген бір балаға тек бір сақтандыру өнімін, бір Білім Лайф ашу мүмкіндігі бар. Бұл жерде жаңағы бала, кез келген әкенің, шешенің балаға қатысты осы сақтандыру аясындағы, мысалы осы білім жүйесін жан-жақты қолдану мақсатында жинақы түрде 2 өнім бар. Ол жаңа ақыл депозит, банкта оны айтып кеттік, және біздің мына Халық Лайф компаниясының Білім Лайф бағдарламасы. Егер Білім Лайф бағдарламасы аясында бұл ақша жиналған жағдайда біз баланы өзіміз жоғарғы білімге жеткіземіз. Ал егер ақыл депозит аясында жаңағы мұрагер ретінде қанша ақша жиналды, сол ақша өзінің тиісті мұрагеріне берілетін болады. Ол жерде нақты баланың жоғарғы білім алу қамтамасыз етілмеген. Мысалға бір
адамда 3 бала бар деп ойлайық. Әрқайсына 8 миллион жинаймын деп соңына белгілеп қойды. Өкінішке орай 1 миллион жинағаннан кейін қайтыс болып кетсе, сол 3 баласының да 8 миллионын сол уақытысы келген кезде төлеп береді сақтандыру ұйымы. Сонда бір ата-ана мысалға жаңағы тек бір баласын ғана емес, бүкіл баласын қорғап, және сол қорғағанның арқасында жаңағы бір баласы ғана жоғары оқу орнына қол жетпейді, бүкіл баласы жоғары оқуына қол жетеді. Ол адамның дүниеден озып кетсе де. Негізі сақтандыру полисін рәсімдеген кезде менің ойымша, жеке өзімнің пікірім, бұл сақтандыру полисі бар жайлы отбасындағы жақын адамға айтып қою қажет. Дұрыс, Өйткені- осыны мен ойлаған Айтып қою қажет. Бала кішкентай білмейді, оны кім Иә. қадағалайды. Өйткені ертең күні бала жаңағы жоғары оқу орнына түсетін кезде, мүмкіндіктерді іздеген кезде осы полисті білмей тұрса, оны айтып жіберу керек. Біліп жатса, онда компанияға келіп сол ақшаға жүгінуге мүмкіндігі бар. Өйткені мен де мысалы 2 баланың анасымын, сонда мен үлкен балама барлығын түсіндіріп қойғам. Мен де сендердің аттарыңа осындай сақтандыру полисі бар. Бізде басқа да өнімдер бар, сол басқа өнімді ашып қойған кезде, бірақ білім лайфтары бар. Бір адам өзінің атына бірнеше сақтандыру полисін ашуға мүмкіндігі бар, бірақ басқа өнімдерді. Ол өнімдердің беретін басқа мүмкіндіктері бар. Ал білім лайфтың басты мақсаты ол өзінің өміріңді баланың болашақ білімі үшін жаңағы сақтандыру. Бұл жерде көздеген мақсат білім алуға. Сол сияқты мен үлкен балама айтып қойғам. Қандай да бір жағдай туындаса, саған 10 күннің ішінде сақтандыру компаниясы ақша төлеп береді. Ертең күні 6 айдан кейінгі шығатын мұрагерлік бар ғой, жаңағы барлық дүние мұрагерлікке талқыланып, нотариуста отырып бөлінеді мұрагерлердің арасында. Бұл сақтандыру полисі үйтіп бөлінбейді. Бұл сақтандыру полисіне көрсетілген адам ғана сол ақшаны ала алады. Сонда сіз алдын ала жаңағы сол адам алсын деген бір өсиет жазып қойған сияқты боласыз ғой. Түсіндіңіз бе? Біздерде мына көп уақытта жаман айтпай жақсы жоқ дейді. Кез келген уақытта мал табарлары немесе үй басындағы үлкен азаматтар, жалпы жанұядағы азаматтар кетіп қалған жағдайда мұрагерлікке келіп жүгінеміз ғой. Мұрагерлік аясында ол 6 ай болады, ол ортасына барлығына бөліп береді. Ал сақтандыру полистары ол тіке адамға арналған мұрагерлік жолдама, мұрагерлік хат деп айтсаңыз болады. Біздер өзіміз сақтандыру компаниясына жұмыс жасағаннан кейін, мен өзімде қаржыгер ретінде осы сақтандыру компаниясына келгенге дейін мен бұндай өнімдер бар екен білген жоқпын. Өзімде ана ретінде 3 балаға 3 түрлі сақтандыру полисім, 3 әртүрлі бағдарлама, әрқайсысы әр бала мұрагер. Әрқайсысында әр бала мұрагер. Сондай Халық Лайф компаниясының мықты басқа да өнімдері көп. Осыны жан-жақты қолдануға, егер сіздің сұрақтарыңыз болса, біздің колл-центрға звондауға шақырамын. Және де Халық Лайф компаниясының мойындарында лайнярдтар ілінген немесе бейджиктары бар біздің сақтандыру агенттарына жүгініп, өздеріңіздің көкейіңіздегі сұрақтардың барлығына жауап алсаңыздар болады. Ал құрметті қонақтар, бізге берілген уақытты біз жоғарғы деңгейде пайдаландық деп ойлаймын. Осы талқыланған тақырып аясында біздің құрметті көрермен өзіне қатысты керекті жерлерін алады деп сенеміз. Сондықтан өзіміздің бүгінгі подкастты қорытындылау үшін Мадина ханым, Олжас мырза, Әсел ханым өздеріңіздің бір кіші пікірлеріңізді айтып өтсеңіздер, мүмкін жаңағы біздің көрерменге тағы да құлағына алтын сырға болатын. Ал Мадина ханым? Енді мен расында да осы уақытқа дейін екі ойлы болып жүрдім. Сақтандыру полисі керек па, керек емес па деп. Мен енді біріншіден өзімнің өмірімді сақтауға және де баламның болашағын ойлап, Халық Лайф компаниясының білім лайф бағдарламасына мен қосылғым келеді, ашқым келеді. Осындай шешім қабылдадым. Керемет, құттықтаймыз сізді шешіміңізбен. Енді біз азаматтарға айтатынымыз, сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры бұл бағдарламаны толықтай кепілдік береді, қолдайды және дамуына барынша көмегін тигізеді. Өйткені бұл халқымызға керек бағдарлама. Және де егер де бір жағдайлар болып жатса, төлемдеріңіз
сақтаулы, кепілденген екеніне толықтай сене берсеңіздер болады. Рахмет үлкен Олжас мырза. Құрметті халайық, сақтандыру полисі ол сіздің ертеңгі болашақтағы барлық қаржылық тұрғыдағы сізді сақтаушы, яғни сізді қорғаушы. Сондықтан сақтандыру полистарын қолдана отырып, өзіңіздің бала шағаңыздың жарқын болашағын қамтамасыз ету мүмкіндігінен айырылып қалмаңыздар. Жыл сайын мемлекеттік сыйақы жиналған ақшаға беріледі. Соны қолданып, ақшаларыңызды жинап, бала да тез өседі, кішкентай балапан да тез өседі. Сондықтан уақыт еншісінде барлық нәрсе. Ал біздер ертең жинаймыз, дүйсенбіден бастап арықтаймыз демей, нақты шешім қабылдап, сол шешім аясында жүйелі түрде, тәртіпті түрде ай сайын бір қомақты соманы, өзіңізге ыңғайлы соманы жинауды қолға алыңыздар. Барлық мүмкіндіктер Халклайф компаниясы тарапынан қамтамасыз етілген. Бізден сізге бағыт, сізден әрекет, барлық әрекеттеріңіз тиімді болу үшін мемлекет тарапынан берілген барлық мүмкіндікті қолдану тек қана өз саналы жауапкершілігіңіз. Балаларыңыз білімді болсын, балаңыздың білімі, жарқын болашағы тек кез келген ер азамат пен әйел азаматтың ата-анасының саналы түрдегі жауапкершілігі. Рахмет Әсел ханым. Сонымен біздің құрметті көрермен бүгінгі біздің подкаст тамамдады. Біз керекті тақырыпты толығымен аштық деп ойлаймыз, бірақ әрине әркімнің өзіне қатысты сұрақтары көкейінде болады. Сол сұрақтарды осы подкасттың астында қалдырсаңыздар болады. Міндетті түрде сіздермен хабарласып, барлық сұрақтарға жауап беріп, осы Білім Лайф бағдарламасын ашуға біз сіздерге көмектесеміз. Рахмет үлкен. Рахмет, сау болыңыздар. Сау болыңыздар.